дауысы естілетін сияқты. Қарайықшы, қане құстың дауысы естіледі ме? Көзімізді ашпаймыз, иә? Аспан әлемінде бізбен қатар құстары да ұшып келе жатыр екен. Күн күркіреп, жаңбыр жауған сияқты қара бұлт келіп келе жатқан сияқты балалар. Алдымызда қара бұлт келе жатыр, жаңбырдың дыбысы естіліп келе жатыр, иә? Қане балалар, көзімізді ашпаймыз, бірақ бұл қиындықтардың барлығынан өтеміз, иә? Ал балалар, біз сияқты. Қане қонуға дайынсыңдар ма? Иә. Жердің дауысы естілетін сияқты бетімізге самал жел соғып тұрған секілді, иә балалар? Балалар, бұл бізде эмоция әлемі деп аталады екен, иә? Қараңыздаршы, сіздерге бұл эмоция әлемінде неше түрлі тапсырмалар, қане аралап көрейік. Сол тапсырмаларды эмоция әлемін аралап көрейік, қане. Жасымен ай жүре ғой. Бізде бұнда неше түрлі тапсырмалар берілген екен. Күліп тұрған смайлик, қане қайталайықшы? Күліп тұрған смайлик, сіздер көңілді болған кезде қандай күйде боласыңдар? Қане барлығымыз бірге күлейік. Жарайсыңдар, иә? Өте жақсы. Ал енді келесі. Ол қандай смайлик? Көңілсіз. Жылап тұр, иә? Көңілсіз. Бұл неліктен жылап тұр деп ойлайсыздар? Неліктен көңілсіз деп ойлайсыздар? Жарайсыңдар, өте жақсы, тамаша. Ал келесі қандай сурет? Бұл қандай? Ашулы. Неліктен ашулы ол? Ренжіп қалған, иә? Қане барлығымыз ашуланған бейнені көрсетейік. Жарайсыңдар. Жақсы балалар, өте жақсы. Тамаша. Ал жарайсыңдар. Балалар, енді бізде мына жерде мынандай бір тапсырма тұр екен. Бұл не деп аталады? Текше деп аталады. Дұрыс айтасыңдар, иә? Текше деп аталады. Қазір біз осы текшені ортаға тастаймыз. Бұл текшенің жан-жағында түрлі смайликтер жаңа көңіл күйлер бейнеленген, иә? Біздің жаңа текшеміз беткі жағы қандай көңіл күй түседі беткі жағында, соны біз барлығымыз бірге қайталаймыз. Жақсы ма? Ал мен бастайын. Ал қайда қайталайық? Жақсы. Келесі назар ала ғой. Қане барлығымыз бірге істейміз. Жақсы. Әли, ала ғой. Әли бастасын. Міне, Әлидің лақтырған текшесіндегі бейне былай шықты. Иә, жарайсыңдар. Дария, лақтыра ғой текшені ортаға. Яғни көңілсіз бейне тұр, иә? Көңілсіз бейнені қайталаймыз. Жақсы. Иманали, лақтыра ғой. Қуанып жатқан балалар, иә? Қуанып, ойнап келе жатырған балалар. Жақсы. Бейнеленген екен. Әрекеттер бейнеленген. Бұл әрекетте бір жағында көңілді смайлик, екінші смайликтің астында көк қалташа тұр. Ал осы қалташаларға мына жерде бізге түрлі түсті суреттер бар. Яғни жағымды әрекет, дұрыс әрекетті көңілді смайликтің қалташасына жинаймыз. Ал дұрыс емес, жағымсыз әрекетті көңілсіз смайликтің, яғни көк қалташаға жинаймыз, иә? Тапсырма түсінікті ме? Иә. Кім бастайды тапсырманы? Иә. Назар келе ғой. Бір суретті ала ғой. Мына жерде тұрамыз. Суретке өзің бірінші қарап ал. Сосын достарыңызға көрсетеміз. Қара, суретте не бейнеленген? Автобустың артына бала мінгесіп алған. Бұл дұрыс па? Жоқ. Дұрыс емес. Бұл өте қауіпті, иә? Жүріп келе жатқан көліктің артына үйтіп жабысуға мінуге болмайды. Оны қай әрекетте саласың? Дұрыс айтасың. Жағымсыз әрекеттің қалташасына жинаймыз. Бұл дұрыс емес. Бұлай істеуге, бұлай қайталауға болмайды балалар. Түсінікті? Айтамыз яғни. Үлкен әжені жолдан өткізіп жатыр. Өте жақсы. Жаяу жүргіншілер жолынан үлкен әже келе жатыр екен, оған жаңа кішкентай балалар көмектесіп, жолдан өтуіне көмектесіп жатыр. Бұл дұрыс па? Жарайсыңдар, дұрыс. Яғни үлкенге құрмет көрсетіп жатыр, иә? Бұл өте дұрыс. Яғни көңілді смайликтің қалташасына саламыз оны. Келесі. Мен. Жасмина келе ғой. Біреуін ала ғой. Суретке қараймыз, айтамын. Суретте не бейнеленген?
Балалар, суретте не бейнеленген? Анаш, әшене, көтеріп жатыр. Әше су тасып келе жатқанда балалар көмектесіп жатыр. Қозғалыс болып, яғни көмектесіп жатыр, иә, үлкенге көмектесіп жатыр. Бұл қандай әрекет? Жағымды, иә, дұрыс, иә, жағымды әрекет. Қайсысына саламыз Жасмина? Дұрыс айтасың, Данияр, Жасмина, ақыл шақтап қояйық. Жарайсың. Ал келесі Иманәлия алып. Иманәлия алып. Бар ма? Сергіп алдық па? Иә. Бізде тапсырмада қарайық, не бейнеленген екен? Бұл тапсырмада бізде әртүрлі смайликтер бейнеленген, иә? Көбірек ұнады. Тапсырма. Текше лақтыру ұнады, иә? Жарайсың. Ал келесі кім тағы өзінің несін алған әсерімен бөліскісі келеді, келе ол? Әлижан айтады. Ал Әлижан, саған бүгінгі эмоция әлеміндегі тапсырмалар ұнады ма? Иә. Қай тапсырма ұнады? Қайсысы қызығырақ болды саған? Ал әрекеттер, иә? Ұнады ма? Әрекеттер ұнады, иә? Жағымды, жағымсыз әрекеттерді айыру.